Газдандыру жөнінде. Газдандыру елбасының 5 әлеуметтік бастамасында 5-ші бағытта бекітілген. Осы газдандыру мәселесі 2019 жылы басталып, қазір жалғасуда. 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең аяқталды. Екінші кезең қазір жұмыс жүруде, ал үшінші кезең 23 жылдың соңына дейін жасалынатын болады. Бүгінгі таңда біз 650 шақырым инженерлік желілерді тарттық. Ол басым бөлігі Алматы ауданы мен Сарыарқа ауданында. Алматы ауданы мен Сарыарқа ауданына толық газ жеткізілді. Қазір уақытта үй мен үй, яғни әр үйге газ өткізу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге ТЭЦ-1, ТЭЦ-2-де су жылытқыш қазандықтары, 13 су жылытқыш қазандығы газға көшірілді. То есть можно сказать, что Алматинские и Сарыаркинские районы столицы сейчас полностью подведены инженерные сети в этих двух районах. 650 километров инженерных внутри уличных газораспределительных сетей уже проложено. На ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, как я уже сказал, все 13 водогрейных котлов переведены на газ. А по факту на сегодняшний день свыше 1500 домов, семей уже пользуются газом. До конца декабря мы планируем эту цифру довести до 2500. И эта работа будет продолжаться. Мы ежедневно работаем вместе с Казтрансгазаймаком и другими нашими коллегами.